Қайырлы күн, әріптестер, достар, бүгін сіздерге жасанды интеллект арқылы мәтінді аудиоға айналдырудың жолын көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен Google-дың іздеу жолына кіреміз де нарекет на казахском деп жазамыз. Осыдан бізге казах text to speech деген шығады, соны таңдаймыз. Мінекей өздеріңізге ыңғайлы тілді таңдап алыңыздар. Сосын төменге түсеміз. Міне біздің жұмыс бетіміз осы. Мына жерде сценарий деп тұр. Сценарий дегенге өзіңіздің текстіңізді әкеліп қоясыздар. Алдын ала дайындап қоясыздар, текстті, соны әкеліп қоямыз. Мен мысалы интернеттен осы Кел балалар оқылық деген өлеңді, Ыбырай Алтынсариннің өлеңін алдым. Кішкене бүйтіп қысқартайын. Мінекей. Осы текстті қойып алдым. Мына жерде голос дегенге таңдаймыз. Менде мысалы ер адам айту керек, Берік дегенді таңдадым. Форматқа міндетті түрде MP3 таңдаймын, себебі басқа форматтар аудио болып жазылмай, сақталмай алады, сол себептен MP3 таңдаймыз. Создать. Мінекей аудиомыз дайындалып жатыр. Сіздер аудионы өзіңіз білесіз қай тілде жасағыңыз келеді. Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, қай тілде жасағыңыз келеді, сол тілде жасайсыздар. Міне біздің аудиомыз дайын. Кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз, балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Мінекей біздің аудиомыз дайын. Оны ары қарай скачать етіп аламыз. Мінекей біздің загрузкиға келіп түсті. Міне осылай жасанды интеллект арқылы мәтінді аудиоға айналдыруға болады.